бір ойланып көрдіңіз бе, бір мұсылман күніге не жасайды деп? Ойландыңыз ба? Бір мұсылман күніге не жасау керек деп? Мәселен, мұсылман адамның белгілі бір несі болу керек, жоспары болу керек. 5 уақыт намазымды оқимын, зікірімді тартамын, жасайтын салих амалымды жасаймын, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға осынша салауат айтамын. Радио тыңдағанша не айт? Истихфар айт. 360 рет истихфар айту қиын ба? 360 рет истихфар айтсаң, мойындағы неден құтыласың? 360 буының бар. Соның ақысын не қыласың? Өтейсің күніге. Сен Құдайға барып айтқан кезде, не деп айтасың? Мен шүкірімді айтқанмын дейсің. Мен бұл 12 мүшемнің несін бергенмін? Ақысын бергенмін саған шүкір еткенмін. Және шүкір еткен сайын сізге де Алла нені арттыра береді? Нығметті арттыра береді. Неге білесіз ба? Себебі сіз Алланың берген нығметін неғып жатсыз? Бағалап жатырсыз. Mesela мен сізге жай жақсылық жасап жүрсем, соны сіз маған рахмет айтып жүрсеңіз, сіз маған ұнайсыз ба? Сіз маған жақсылық жасап жүрсеңіз, мен де аға сізге рахмет деп айтып жүрсем, не дейсіз? Мынау жігіт дұрыс екен дейсіз ғой, ең болмаса не айтуды біледі? Алғыс айтуды біледі, рахмет. Мысалы сіз маған беріп жүрсіз, мен сізге сәлем бермей кетсем қалай көресіз? Ішіңе де ойлайсыз? Ит екенсің ғой, несің ғой, осынша бір амандасуға болады ғой, бір сәлем беруге болады ғой деп, ішіңнен не қылады? Ішіңнен мұнан өтеді. Бір сәлемдесуге болады ғой деп. Мұндағы әңгіме әрбір мұсылманның өзінің несі болу керек? Күнделікті тіршілігінің жоспары болуы керек. Әрине бізде біраз қиындау. Алматының несі бар? Құм қуыт тірлігі бар. Бұның арасында базарға барамыз, магазин, баланы мектеп, детсад, ана мынау қырғын болып жүрген кезде біраз нәрсе не істейміз? Біраз нәрседен айырылып қаламыз. Бірақ ұмытпаңыз, Құдайдың алдында жалғыз өзіңіз есеп бересіз.